Қызық, адам үшін ең ауыр нәрсе жақынының қайтыс болуы шығар. Бірақ сіз ойлап көрдіңіз ба, сіздің қасыңызда всегда жүретін досыңыз немесе жақын адамыңыз жоғалып кетті. Кеше болды, ал бүгін жоқ. ВК-ға, Инстаграмға, даже телефонына звондағанда хабар мүлде жоқ. Полиция болса ештеңеме көмектесе алмайды. Міне, осы шығар ең жаманы да ауыры. Досымен қыдырып кетті, мектепке таңертең шығып кетті, тренировкадан үйіне қайтып кеткен деген сөздер кей адамдар үшін өте эмоционалды сөздер. Олардың жақыны жоғалып кетті, тіпті ізінен ешқандай подсказка немесе улика қалдырмай. Оларда тек үміт қалды, бір күні табылар деген. Бір ай бойы іздеу, иногда даже бір жыл полиция мен волонтер көмектерімен іздеу. Но кейбір жағдайлар сол орыннан мүлде қозғалған жоқ. Сондай жағдайға түскен адамдардың ойларында тек бір нәрсе ғана, сол жақын адамын тағы бір рет көру. 8 жасар Николь Морин анасымен бірге көп квартиралы үйде тұратын. Ол үй ауқымды районда орналасқан. Ол жерде өз тренажерный залы, бассейні және де өз күзеті болатын. Сол себепте ата-аналар қорықпайтын, солай өз балаларына аулада ойнауға рұқсат беретін. Таңертең Николь анасына досымен бассейнге баруға сұранады. Жаңағы досы сол үйде тұратын және Николь екеуі постоянно бірге жүретін. Сол үшін анасы еш уайымсыз келісімін берді. Үйінен шығар алдын досы Никольдің домофонын звондап, холлда күтіп тұрғанын айтады. Шамамен холлға дейін 3 минут уақыт өтеді. Үйден шығу және лифтпен төмен түсу. Примерно таңғы 11-де шыққан қыз қайтып келмеді. Кешкісі нелерінде полиция мен детективтер болды, олар ситуацияны құрастыруға тырысты. Бірақ та қыз тупо жер астына кіріп кеткендей болды. Бірінші ойға келетін нәрсе кездесуге кеткен досы қайда деген. Бірақ та ол досы сол холлда көп күткен екен. Көршілер де Никольді лифтке мініп жатқаны көрмеген. Ең ауыр соққы ата-аналарына келді. Анасы көршілерден сұрастырса, әкесі болса өз өмірін қызын табуға арнады. Ол жұмыстан шығып кетті, кішігірім штаб құрды. Частный детективтерді жалдады. Любой информацияға ақша төлеуге дейін дайын болды. Бірақ та ешқандай пайда келген жоқ. 2007 жылы анасының жүрегі шыдамай қайтыс болды. Ал әкесі болса үмітін үзбеді. Ойында жоғалған қызы ғана болған шығар. Полиция қызметкерлері ресми түрде екі версия айтты. Біріншісі, Николь өзі қашып кетті. Себебі оның комнатасында жазбалар табылды. Соның ішінде мен жоғалып кету керекпін деген. Бірақ та ең шынайы версия Никольді ұрлап кетті деген. Кейбір адамдардың айтуы бойынша сол күні белгісіз бір адамды көргендерін айтты. Бірақ та ол адамды табу мүмкін болмады. Бұл оқиға көп кітапқа, көп кинофильмдерге түрткі болды. Бірақ кино мен кітаптың сонында жоғалған адам табылады. Неужели Николь все-таки табылды? Өкінішке орай, жоқ. Әкесі әлі күнге дейін қызын іздеуде.